Алла әрекеттеріңізге берекет берсін. Қашанғы жатады, қазақ шаршады, материалдық тұрғыда, моральдық тұрғыда қазақ шаршады. Оның ішінде 228 мың отсыңдар, шаршап. Өмір сүріп жатқан жоқсыңдар, өмірлеріңді өткізіп жатсыңдар кедейшілікте. Оны мойындау керек. Сосын сіздердің конституциялық құқықтарыңыз бар. Алаңға шығып, өздеріңіздің наразылықтарыңызды білдіруге. Сосын сіздердің міндеттеріңіз де бар. Алаңда тәртіпті бұзбай, провокациялық жұмыс жасамай, халықтың ашу ызасына тимей, бейбіт шерулерінің шырқын бұзбай, бір жерлеріңді қысып тұрыңдар, провокаторлар. Түсініңдер ма? Сендер себебі өз қазақтарыңның болашағын құртайын деп отырсыңдар. Қазір елде күллі қазақ болашақ ұрпағымыздың дұрыс болашағын, жарқын болашағын жасағысы кеп алаңға шығып жатыр. Полицейлер, құқық қорғау органдары, военныйлар. Ол қазақтың ішінде сенің де балаң бар. Сол себептен бүгін қазақ сенің балаңның да болашағын жасайын деп отыр. Сол себептен провокациялық жұмыс жасамаңыздар. Қазақтың ашуына тимеңіздер. Бір қазақтың ашуына ілініп кетпеңдер. Себебі үйлеріңде қазақтың қара домалақтары отыр. Солардың болашағы жарқын болсын десеңіздер, бүгін халық жағына өтіңіздер. Анау қара домалақтарыңа, күллі қазақтың қара домалағының болашағын жасайын деп отыр. Бүгін бастарын тәуекелге тігіп. Сені өлтіру керек. Өлтірсеңдер өлтіріңдер. Басым садақа, жаным садақа. Менің өлімімнен, менің мәйітімнің арқасында қазақта жарқын болашақ болса, жаным садақа. Мен секілділер талай өліп кетті осы қазақ деп. Түсініңдер ма өсер? Жаным садақа. Біздің жанымыз артық емес. Дулат Ағаділдің өзінен, баласынан, Ароннан, Айдос Садықтан жандарың артық емес. Түсініңдер ма? Себебі ол ақиқат, есть ақиқат. Аллахтың өзі ақиқатты жақсы көреді. Сол себептен ақиқатты саған парыз қып берген, міндет қып берген, азаматтық, мұсылмандық парызың сен ақиқатты сөйлеу, ақиқатты айту, ақиқатты жасау. Сол себептен 200-ділер Алла жазаларыңды берсін. Түсініңдер ма? Қазақ бүгін өзінің конституциялық құқығын жасау, конституциялық құқығын талап етіп, алаңға жақсы өмір сүру үшін шығып жатыр. Қазаққа тимеңдер, ашуына тимеңдер. Полицейлер, құқық қорғау органдары, тәртіп сақшылар, военныйлар. Себебі сенің де балаңның болашағы үшін бүгін қазақ тәуекелге басын тігіп отыр, белін буып отыр. Бәрің білесіңдер, елімізде әлеуметтік материалдық жағдайлардың төмендігін көріп отырсыңдар. Қазақтың қиналып жүрген, әсіресе қоғаммен жұмыс жасайтындар, полицейлер, сендер де көріп отырсыңдар. Қазақ қалай қиналып кетті, штрафтарын қандай көп, кедейлікшілік қандай көп көріп отырсыңдар. Көре отыра, бүгін қазақтың белін басатын болсаңдар, болашақты бүлдіруге, халыққа жау болуға сендер үлес қосасыңдар. Тимеңдер, бүгін ашуына тимеңдер қазақтың. Ілініп кетпеңдер қазақтың ашуына. Бейбіт шеру деп алаңға шығып жатыр ма? Ол қазақтың конституциялық құқығы. Бейбіт шеруді ұйымдастырып, тәртіпті түзеп, халықтың құқығын қорғап тұрыңыздар. Ешқандай провокациялық жұмыс жасамаңыздар. Полицей, әскер. Себебі ол қазақ өз қазағың. Және сенің балаңның болашағы үшін күресіп жатыр олар.